Қазіргі Инстаграмда хит болып атқан осындай LED экрандағы жазбаны қалай жасаймыз анимациясымен. Қазір сіздермен сонымен бөлісетін боламын. Соңына дейін бірге болыңыздар. Небәрі 4 минуттық видео. Бұны сіздер басып алғаннан кейін осылай запись экраны қылып, телефондарыңыз экранына қосып қойып, мысалға мінекей Қайрат ағамыздікі сияқты қолыңызға телефонды ұстап тұрып, осылай қосып қойсаңыз да болады. Келесі екінші телефонмен запись жасайсыз, видеоға түсіресіз дегендей. Болмаса бір телефон қана болса, запись экранына қылып, монтажын басқа телефон ішіне салып, футажбен жасасаңыздар да болады. Мен қазір мына жерде өзім басып алдым. И соны қазір сіздерге көрсететін боламын. Мысалға, мына кішкене үлкейтсеңіздер, мына запись экраны жасалған видеоға кішкене үлкейтсеңіздер, мына төбедегі андроидпен бірге басылған сағат, күннің реті барлығы кішкене жоғарыда қалып қояды да, осылай четко, ясно жүріп отырады телефонның бетінде. Өзіңіздің нишаңызға қарай ықпалдандырып жасасаңыз болады, ыңғайластырып. Мысалға, курсыма жазылдыңыз ба, немесе басқалай деген сияқтышы, немесе менен сатып алыңыз деген. Ол үшін LED-board деген приложение андроидта да, айфонда да бар. Соған ат деген кнопканы басасыз астындағы Google'да немесе App Store'дан көшіріп аласыздар. Потом type text деген жерге текстіңізді жазасыз, керек текстіңізді. Потом астынан color дегеннен, яғни шығып тұрған текст қандай түсте болу керек, соны таңдайсыздар. Мынандай палеткамен таңдасаңыздар да болады біріншісінде. Потом астындағы HD LED деген, яғни мынандай жазуға шығады, яғни LED экранмен, немесе off дегенді бассаңыздар жаңағыдай шығатын болады. И текст, фонт дегенмен текстін таңдайсыздар. Курсив та бола алады. Мекенандай. Жаңағы HD LED деген осындай болады. Фонтын таңдасаңыз, аяқта кішкене курсив болады. Қалғандары налар қазақшаға кішкене келіңкіремейді. Қазақша әріптерді басқаша түрде шығарады. Қалған соңғы 4-еуі. Басындағы осы 2-еуін таңдасаңыздар болады. Астындағы size деген 50%, яғни кішірек, 100% үлкен қылып шығарады. Потом тоже әріптердікі LED-тің несі small и medium, средний и немесе кішігірім жанып тұрады деген сияқты ғой. Потом LED-тегі стиль, яғни ішіндегі домалақ бола ма, немесе төртбұрышты бола ма дегенде, оның барлығын өздеріңіз басып қарасаңыздар, мысалы жерде көлеңкесі болады, немесе көлеңкесі жоқ болады деген сияқты. Off, on деген shadow. Background дегенге бассаңыздар, яғни артқы динамичный фон, яғни тоже артындағы фон қозғалып тұрады. Әдемі динамикалы шаблондар. Әрқайсысын басып көрсеңіздер болады, немесе өзіңізге ұнаған бір ғана түспен қара экран, немесе қызыл экран деген сияқты сондаймен де қойсаңыздар болады. Ана жерден түсін таңдайсыздар. Болды. Келесінің others деген жерде, яғни жылдамдығын арттыра аласыздар. Scroll speed дегенді ары-бері жылжытып. Потом осылай телефондарыңызды аударып, реклама шығады, соны басып тастайсыздар да, дәл осылай жасаған эффектілеріңізді, надпистарыңызды запись экранына жасап аласыздар. Болды.